Кез келген тірі жан қоректенетін болғандықтан денесінен қатты қалдықтар шығады. Адамдарда басқа приматтар секілді мыңдаған жылдар бойы дәретті сквоттинг, яғни сүйірбұрыш жасап отыру арқылы дәрет сындырған болатын. Алайда соңғы 200 жылда қазіргі батыстық типтегі унитаздардың шығуы барлығында өзгертті. Мұсылман халықтары Үндістан, Африка елдерінде әлі де қолданылатын бұл тип ең пайдалы болып табылады. Адамдарда бұрын сирек кездесетін немесе мүлде белгісіз ауру түрлері шығып өмірді жеңілдетудің орнына қиындатып жіберді. Ең алдымен адам анатомиясынан бастайық. Адамда барлық қатты қалдықтар тоқ ішекке келіп түседі. Тоқ ішектен соңғы қалдықтар шығатын ішек тік ішек. Адамның қасағасы мен тік ішегін жалғап, нәжісті ұстап тұратын бұлшықет қасаға тік ішек немесе мускулус пуберекталис деп аталады. Бұл бұлшықет толықтай босаңсығанда тік ішектің ұшы немесе артқы өтіс немесе анус ашылып, нәжіс сыртқа шығады. Алайда бұлшықет толықтай тек бір ғана позицияда босаңсиды, ол жаңағы сквоттинг. Ал батыстық типтегі позицияда қасаға тік ішек бұлшықеттің тек бір бөлшегі ғана босаңсып, нәрістің шығуы қиындайды. Шығатын қорытынды сан мен тұлғаның арасындағы бұрыш неғұрлым көп болған сайын соғұрлым жеңіл босаңсу болады. Енді Израильде жүргізілген бір зерттеуді толығырақ қарайық. Тоқ ішегі сау 28 еріктілігі жүргізілген бұл зерттеуде келесі екі критерий назарға алынған. Бірінші, дәрет сындыруға кеткен уақыт. Екінші, еріктінің өзінің ішектің босаңсуымен қанағаттану дәрежесі. 28 еріктінің дәрет сындыруы 3 позицияда жүзеге асқан. Бірінші сквоттинг, екінші стандартты унитаз биіктігі, яғни 41-42 см, үшінші аласа унитаз биіктігі 31-32 см. Екі критерийде де сквоттинг пайдалы екендігін дәлелдеді. 1 минутқа жетпейтін уақыт ішінде ең оңай өтетін позиция болды. Олай болатын себебі сан мен тұлғаның арасындағы пайда болатын қысым өздігінен нәжісті итереді, ал отыру позициясында іш бұлшықеттерінің көмегіне жүгінуге тура келеді. Осы сияқты зерттеулер Жапонияда, Иранда жүргізілген болатын. Бірақ бұл зерттеулердегі адам саны аз. Жапонияда небары 6 ерікті, Иранда 30 ерікті. Нақты бір ғылыми қорытындылар жасау үшін мыңдаған адамға зерттеу әлі де болса қажет. Отырып дәрет сындырудағы проблемалар. Іштің қатуы. Жылына $700 миллион жұмсап іш жұмсартатын дәрілер жасағаннан гөрі сквоттинг позициясында үнемдеуге болатын еді. Геморрой, тоқ ішек және тік ішек аурулары, әйелдерде қуық проблемалары. Батыстық типтегі унитаздың үстіне мінбей, аяқтың астына биіктететін зат қойған жөн. Сквоттинг поттиде осы кезде ең қажет зат болуы керек. Видеода талқыланған мақалалар мен Скотти Потти сайтының сілтемелерін дескрипшнға қалдырдым. Оқи аласыз.